Бүгінгі сабағым басында ойдағыдай жүрмегендей болды. Бірақ бәрі бір сәтте өзгеріп кетті. Сабағымды қазір тренд болып жатқан сергіту сәтімен бастадым. Оқушылар бірден көңілденіп, белсенді бола түсті. Өткен тақырыпты қайталау үшін хаттарды аш ойынын таңдадым. Әр хаттың ішінде оқушыларға арналған қызықты тапсырмалар жасырылған. Ал жаңа сабақты түсіндіру кезінде жасанды интеллект арқылы Хатшепсут патшайымды тірілтіп, оқушылармен сөйлестірдім. Сабақтың келесі бөлігінде Қытайдан арнайы алдырған қорабымен екі топқа бөлдім. Тақырыпты бекіту үшін лилия шеңбері ойынын пайдаланып, білімдерін шыңдадық. Топтық жұмыс кезінде оқушылар өз қолдарымен пирамидалар мен саркофагтар құрастырды. Бұл олардың шығармашылық қабілеттерін дамытып, ұжымдық бірлікті нығайтты. Ал ең қызықты сәт бума мен мумия жасау ойыны. Көңіл көтеру, сергіту және жағымды атмосфера қалыптастырудың таптырмас тәсілі болды. Сабақты қорытындылауда ерекше рефлексия түрін пайдаландым. Оқушылар өз әсерлерін білдірді. Ерте замандарда кең байтақ қазақ даласында, жазық дала мен баяу аққан Нұра өзенінің бойында адамзат тарихының үнсіз куәгері тұрған аңыз бойынша бұл өлкеде Бытығай есімді шебер ұста өмір сүріпті. Ол бай болмаған, бірақ қолының күшімен өнері елге аңыз болған. Айтуларынша Бытығай екі қолтығына екі бөрене қыстырып алып, Нұра өзенінен еш қиындықсыз өтіпті. Бір күні хан өзіне мәңгілік мекен кесене салуды ойлап, осы ұста Бытығайды шақыртады. Ұста іске кіріседі. Көп ұзамай Нұра өзенінің жағасында өрнегі келіскен, сәулеті келбеттенген кесене бой көтереді. Кесененің зәулімдігі соншалық, оның көлеңкесі бір шақырым жердегі өзенге дейін жеткен деседі. Бытығай ел үшін тағы бір игі іс бастап, Нұра өзені үстінен көпір салуға кіріседі. Алайда тағдыр қатал еді. Көпір салу кезінде ауыр бөрене ұстаның үстіне құлап, ол қаза табады. Хан да, халық та терең қайғыға батады. Хан жұртқа қарап, Бытығай ұл адам, есімі мәңгі сақталсын дейді. Ұстаны ханға арнап салынған кесенеге жерлейді. Ал ханның есімі уақыт өте ұмыт қалады. Ғасырлар өтеді, қалалар қирайды, өркениеттер жоғалады. Ал Бытығайдың есімі Ботағай кесенесі, Бытығай өткелі, Бытығай соры деген атаулармен халық жадында сақталып қалады. Бұл аңыз бізге бір шындықты үйретеді. Атақ пен байлық емес, адал еңбек пен өнер ғана мәңгілікке қалады. Ерте заманда шексіз далада бір жаралы киік өмір сүріпті. Аңшылардың оғынан жараланған киік күн бата жусан иісті далаға қарай ақсаңдап кетіп барады екен дейді. Бірақ ол ешкімге өшін сақтамаған, тек бостандықты аңсаған. Сол киіктің ізімен жусан қайта көгеріп, дала тіріліп кеткен дейді көне көздер. Содан бері киік даланың киесі, өмірдің нышаны саналған.